Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жүктілік кезінде болатын қыжыл, яғни изжога туралы ақпаратпен бөліспекшімін. Жалпы қыжыл дегеніміз не? Қыжыл дегеніміз асқазан қышқылының жоғарылауы болып табылады. Ол жүктілік кезде не үшін пайда болады? Жалпы жүктілердің 80-90%-інде екінші-үшінші триместр кезінде қыжыл пайда болады. Оны біз физиологиялық құбылыс деп қарастырсақ та болады. Бірінші себебі ағзада жүкті кезде бөлінетін прогестерон гормонына байланысты. Ал прогестерон гормоны жүктіліктің аптасы өскен сайын жоғарылай бастайды, яғни ұрықты сақтап қалу үшін. Ал прогестерон гормоны өз кезегінде тегіс салалы бұлшық еттерді босаңсытады. Мысалы, асқазан мен өңештің аралығында орналасқан сфинктер, яғни бұлшық еттен құралған, міне соны босаңсытып қыжыл пайда болады. Ал екінші себебі жатыр үлкейген сайын ішкі органдарды қыса бастайды, яғни ішектерді жоғары көтеріп тастайды, және де асқазанға да өз қысымын түсіреді. Міне соның салдарынан асқазанның қышқылдылығы жоғарылайды. Сондықтан да бұл өткінші процесс, яғни физиологиялық процесс болып табылады. Ол баланың шаш өсуімен немесе тырнақ өсуімен байланысты емес. Бұл кезде қалай көмектесеміз? Бұл кезде біріншіден халықтық емі бар, ал екінші медициналық тұрғыда дәрімен емдесек болады. Яғни халықтық емінде ең бірінші сүт ішуге болады. Бір стакан сүтті ішіп жібересіз, ол сілті болғандықтан, яғни шелыч, сондықтан да қышқылды ортаға түскен кезде қышқылды бейтараптандырады. Ал екінші ол семечка, яғни шемішке болып табылады. Ол да қышқылды ортаға түскенде қышқылды бейтараптандырады, яғни ол да сілті. Бірақ көп жағуға болмайды. Ал үшінші ол минералды сулар болып табылады. Мысалы, боржоми немесе ессентуки деген сияқты суларды ішуге болады, бірақ олардың газын шығаруды ұмытпаңыз. Және төртінші ол сәбіз болып табылады. Сәбізді жесеңіз болады, немесе сәбіздің шырынын ішсеңіз болады. Ол бір жағынан қыжылды басады, ал екінші жағынан витамин болып табылады. Ал медициналық тұрғыдан келетін болсақ, жүктілер үшін қауіпсіз асқазанның қысқылылығын төмендететін дәрі ол рене дәрісі болып табылады. Аузыңызға салар, шайнайсыз, сонымен 5-10 минуттың ішінде әсер етеді. Ал қыжылдың алдын алу үшін жиі-жиі аз-аздан тамақ жеуіміз қажет. Яғни майсыз, қуырылмаған, буға піскен тамақтар немесе қайнатылған тамақтарды жеуіміз қажет. Сонымен қатар тамақ ішіп болғаннан кейін міндетті түрде вертикальді түрде, яғни отыруымыз керек немесе жүруіміз қажет. Егер де тамақ ішкеннен кейін жатып қалатын болсаңыз, онда қыжыл керісінше күшейетін болады. Және де кешке қарай қыжыл күшейеді. Сондықтан да ұйықтар алдында 3-4 сағат бұрын тамақ ішкеніңіз абзал. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.